Жас жеткіншектер, ертеңгі отан қорғаушылар, бүгінгі мерекемізде салтанатты шерумен 372-ші отаншылар дивизиясына қарасты Сарыөзек орта мектебінің кадет сыныбын Қадырханов Бауыржан Жанатұлы бастап келеді. Осы жылы Кеңес одағының фашистік Германияны жеңгеніне 75 жыл толып отыр. 1941 жылдың 22 маусымында басталып, үздіксіз 5 жылға, яғни 1418 күнге созылған сұрапыл соғысқа Кеңес одағы құрамындағы республикалардың азаматтарымен қатар қазақстандықтар да қатысты. Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан майданға аттанған 1.200.000 жауынгердің 600.000-ы соғыстан қайтып оралмады. Жалпы бұрынғы Кеңес одағының 27 миллионға жуық адамын жалмаған қанды қырғынға елімізден аттанғандардың ішінен 500-ден астам жауынгер ең жоғарғы Кеңес одағының батыры атанған болатын. Оның 100-ден астамы қазақтар. Сұрапыл соғыстың зардабы тимеген отбасы жоқ. Менің де 4 атам фашистік әскерлерге қарсы соғысқа қатысып, аман-есен отандарына оралып келді. Қадырхан атамның әкесі Бекбаев Жексенбай 1912 жылы бұрынғы Талдықорған облысы Андреев ауданы Шымбұла ауылында туылған. Өз еркімен 1941 жылы соғысқа барып, 1945 жылы аман-есен оралды. Бір рет жараланған. Оннан аса медальдары бар. Ұлы отан соғысының 2-ші дәрежелі орденімен марапатталған. Соғыста атты әскер, кавалерия құрамында болды. Соғыстан кейін ауыл шаруашылығында сүт тауар фермасының меңгерушісі болып қызмет атқарды. Сақыпжамал апамның әкесі Өсербаев Халық 1914 жылы Талдықорған облысы Андреев ауданы Жүнжірек ауылында туылған. 1941 жылы өз еркімен соғысқа барып, майданның алдыңғы қатарында әскери барлау батальонында қызмет атқарды. 1943 жылы минаға жарылып, ауыр жарақат алып, бір аяқсыз отанына оралды. Соғыстан кейін дүкенші болып жұмыс істеген, көптеген медальдармен және ордендермен марапатталған. Нағашы Тоқтар атамның әкесі Майжанов Қуан 1915 жылы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында туылған. 1941 жылы өз еркімен соғысқа аттанып, 1945 жылы аман-есен еліне оралып келеді де, ауыл шаруашылығында Орта Аралда дүкенші болып жұмыс істейді. Медальдармен және ордендермен марапатталған. Нағашы Шеризат апамның әкесі Молдабаев Нұрмұхамбет 1912 жылы Семей облысы Ақсуат ауылында дүниеге келген. Ел қатарлы 1941 жылы соғыс майданына аттанады. 1945 жылы аман-есен отанына оралады да, ауыл шаруашылығында Қызылкесек ауылында бухгалтер қызметін атқарады. Ұлы отан соғысы 2-ші дәрежелі орденімен, басқа да медальдермен марапатталған. Біздің де отбасы ата-бабаларымыздың батырлық, отан қорғаушылық қасиеттерін жалғастырып келе жатыр.